Барлығыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, жылдам дайындалатын орама нанның жасалу жолын ұсынамын. Құрамына ет қосылмай жасалады. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Електен өткізілген ұнның үстіне жұмыртқаны саламыз. Сонан соң тұзды саламыз. Жылы суды құямыз. Бізге керекті заттардың барлығын видеоның астына описанияға жазып қалдырамын. Сонан соң қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырдың бетін жабамыз. Бөлме температурасына 30 минутқа қалдырамыз. Әзірге салмасын дайындаймыз. Ең алдымен пиязды жұқалап тураймыз. Сәбізді үккіштен өткіземіз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Сәбіз бен пиязды дайындап алдым, енді қуырамыз. Табаға сұйық майды құйып қыздырып аламыз. Пиязды салып қуырамыз. Сонан соң сәбізді саламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Орташа отта жақсылап қуырамыз. Салмамыз дайын, отымыздан аламыз. Келесі кезекте қамырды екіге бөлеміз. Қамырдың біреуін алып жұқа етіп жаямыз. Екінші қамырдың бетін жабуды ұмытпаймыз. Оны пайдаланып отырып жаямыз. Жайған қамырдың үстіне сұйық май жағамыз. Барлығы жеріне жететіндей етіп жағып шығамыз. Сонан соң дайын тұрған салманың жартысын саламыз. Барлық жеріне жететіндей етіп жайып шығамыз. Ендігі кезекте қамырды рулет тәріздес етіп ораймыз. Сонан соң мантаварканы сұйық маймен майлап, қамырды орналастырамыз. Енді қамырдың бетіне жұқалап сұйық май жағамыз. Екінші қамырды дәл осылай қайталап шығамыз. Мантаварканы қайнап тұрған суға қойып 30 минут пісіреміз. Мінекей достар, өте дәмді ет қосылмай жасалатын орама нан дайын. Жылдам дайындалады, оңай жасалады. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Дәмі тіл үйіретін тағамды сізде жасап көріңіз. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.